Саламатсыз ба көрермен? Қалай көк тамыр түйілсе, варикоз түйілсе жазуға болады. Бүгінгі видео осы сұраққа жауап болады. Ал келесі видеом жүгерінің жүрекке дауасы туралы болмақ. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ескерту, кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Варикоз, яғни аяқтағы көк тамырдың түйілуі кезінде мына амалдарды жасап көріңіз. Сарымсақтың, чесноктың тазартылған тілімдерін ұсақтап кесіңіз, оны сары маймен 1:2 мөлшерінде араластырыңыз. Дайын қоспаны тамырлары көрініп тұратын жерге жағып, жылы орамалмен орап тастап ұйықтаңыз. Таңертең аяқты жақсылап жуып, жылы шұлық күйіп алыңыз. Қызанақ, 2 жасыл қызанақты помидорды кесіп, тамырдың үстінен басып, бинтпен орап тастаңыз. 3 сағаттан соң бинтті шешіп, аяқты жылы суда 15 минуттай ұстау керек. Шөпті қоспа. Құрғақ жусанды жылы қыздырылған сүтпен араластырыңыз. Нәтижесінде паста тектес қоспа болуы керек. Оны аяққа жағып, бинт немесе жылы орамалмен ораңыз. Шөп сусыны. 2 ас қасық ұнтақталған қалақайға су құйып, 1 сағат жылы жерде қақпағын жауып тұндырыңыз. Содан соң сусынды сүзіп, күніне 3 рет стақанның 4/1 мөлшерінде ішіп отырыңыз деп жазады Ауырмаңыз газеті. 3-5 апта бойы ішіп жүрген соң 10-14 күн демалу керек. Содан соң қайтадан емді жалғастырған жөн. Сонымен қатар майлы қуырылған тағамнан бас тарту керек. Құлмақ сусыны. Құрғақ құлмақ хмел түйініне 1 стакан қайнаған су құйып, 3 минут баяу отқа қойып қайнатыңыз. Жылы жерде қақпағын жауып тұндырыңыз. Бұл сусынды 3 ай бойы күнде тамақтан 20 минут бұрын ішу керек. Жұпар жаңғағы. Бірнеше жұпар жаңғағын, мускатный орех, ұн тектес болғанша ұсақтаңыз. Ол үшін кофе татқышты пайдалануға болады. 1 ас қасығына 1 стакан қайнаған су құйып, 5-10 минуттан соң 1 ас қасық балмен араластырыңыз. Тұнбаны бірнеше сағат жылы жерде ұстау керек. Бұл сусынды күніне 3 мезгіл, тамақтануға 20 минут қалғанда стақанның 4/1 мөлшерінде ішіп тұрыңыз. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.